Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи ресурстардың жіктелуі. Сабақтың мақсаты табиғи ресурстарды жіктейді, табиғи ресурстар туралы заңдылықтар талдайды, табиғи ресурстардың шоғырлануын картадан көрсетеді. Мақсатқа жету үшін мынаны білу қажет. Табиғи ресурстар дегеніміз не? Оларды жіктеу белгілері, географиялық жағдайлар мен табиғи ресурстар шоғырланған жерлер арасындағы тәуелділік. Келесі кезекте табиғи жағдайлар, табиғи ресурстар. Маңызы көбінесе бірдей түсініктер ретінде қолданылады. Бірақ ол дұрыс емес. Оларды айқын ажырату керек. Табиғи жағдайлар шаруашылықтың және адамның өмір сүру жағдайының даму мүмкіндіктеріне ықпал ететін географиялық орта, яғни компоненттердің жиынтығы десек болады. Енді ал табиғи ресурстар қоғам мен қоғамдық өндірістік түрлі қажеттілігін қанағаттандыру үшін өндірістік күштерді дамытудың осы деңгейінде қолданылатын немесе қолданылуы мүмкін табиғат элементтері, табиғаттың маңызды компоненттері дейміз. Соның бір бөлігі болып табылады. Енді келесі кезекте балалар алдарыңа табиғи ресурстардың жіктелуі тақырыбында арнайы видеороликке қараймыз. Қымбатты досым, сен табиғи ресурстардың адам өміріндегі маңызы туралы не білесің? Ендеше біз табиғи ресурстармен және олардың жіктелуімен танысайық. Адам табиғаттан тыс өмір сүре алмайды. Табиғат адам іс-әрекетінің қалыптастыратын өмір сүру ортасы болып табылады. Табиғат адамзат қоғамы үшін ресурстардың басты көзі. Табиғат ресурстары литосфера, гидросфера, атмосфера және биосфера элементтерін біріктіреді. Ал бұларды көптеген белгілеріне байланысты классификация жасауға болады. Табиғи ресурстар түрлері: минералды ресурстар, су ресурстары, жер ресурстары, биологиялық ресурстар. Дүниежүзілік мұхит ресурстары, климат ресурстары, космостық ресурстар. Енді жоғарыда аталып өтілген табиғи ресурстардың түрлерінен су ресурстарын қарастырайық. Егер біз планетамызға космостан қарайтын болсақ, жер сумен жабылған көгілдір шар сияқты. Енді гидросферадағы судың таралуын қарастырып көрейік. Дүниежүзілік мұхит суы, жер асты сулары, мұздықтар, жер үсті сулары. Су ресурстары адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіндегі маңызды компоненттердің бірі. Қызықты фактілер. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, су ресурстары ауыл шаруашылығында бәрінен көп қолданылады екен. 25% жуығы өнеркәсіпте қолданылады. Ал су ресурстарының 9% адамдардың қажеттілігіне, яғни коммуналдық және тұрмыстық сферада қолданылады. Мысалы, 1 тонна мақтаны өсіру үшін 10.000 тоннаға жуық су қажет. Сондай-ақ 1 тонна бидайға 1,5 тонна су керек. Ал өнеркәсіп саласында 1 тонна шойынға 250 тонна су қажет екен. Сонымен бірге 1 тонна қағаз өндіруге 236 тонна су қажет екен. Адам мен табиғат бір-бірімен өте тығыз байланысты. Ал онда біз сіздермен қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланысты қарастырайық. Табиғаттың қоғамға әсерін қарастырайық. Өмірлік күнкөріс көзі, өнеркәсіпте қажетті шикізат көзі
және өмір сүру ортасы. Ал қоғамның табиғатқа әсері бұл қалыптасқан табиғи кешендердің өзгеруі және табиғи кешендердің құрылуы. Егер біз табиғат байлығына ұқыпты және саналы қарайтын болсақ, адам мен табиғат арасындағы өзара байланыс үйлесімділік табады. Сонымен, бүгін біз планетамызда кездесетін табиғи ресурстар және олардың классификациясымен таныстық. Әлемдегі табиғи ресурстардың барлық түрлері мен топтары белгілі бір мөлшерде Қазақстанда кездесетіні бізге белгілі болды. Ендеше, адамзаттың табиғи ресурстарымен қамтамасыз етілуі және олардың тиімді және ұтымды пайдаланылуы дүние жүзі бойынша негізгі өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Ендігі кезекте сіздерге табиғи ресурстардың жіктелуі туралы схемаларды тураларыңызда. Видеода да айтып өткендей, мына табиғи ресурстардың сарқылатын, сарқылмайтын деп екенін барлық айқын жазылып көрсетіліп тұр. Дәптерлеріңізді ашып, осы схемаларды түртіп алсаңыздар болады. Енді үйге тапсырма оқулықтарыңыздағы 53-54 параграфты оқисыздар, 102-111 беттердегі, және қосымша тапсырма ретінде ұсынылатын суреттегі ресурстар көріп тұрғандарыңыздай, осы берілген суреттерді таңдап алу арқылы төмендегі критерийлер бойынша жұмыс жасайсыздар. Ресурстың аты жаратылыс бойынша қай топқа кіреді, өндірілетін жері, яғни ірі бассейндер, қолданылуы қай салада, кескін картаға таралу аймақтарын түсіру, неліктен дәл сол жерде кездеседі, ол ресурс сіздің өлкеңізде кездеседі ме? Яғни, дәптерге осы ресурстардың таралуына қатысты 5 сөйлемнен тұратын қорытынды жазасыздар. Бүгіндікке біздің онлайн сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.